Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться жиінде бір ғана лайк түймелерін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Семейде автобус жүргізушісі ереуілге шықты. Таңертең автобус парктың жолын жауып, барлық қоғамдық көлік желісінің шығуына тосқауыл қойды. Абай облысының өңірлік коммуникациялық қызметінде Семей қаласының жолаушысы көлігі менен автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Медет Алтаев, Сама Автопарк ЖШС директор Григорий Пинчик пенен Токсомоторлық парк ЖШС Асқар Зиядановтың қатысуы менен брифинг өтті. Брифингте Семей қаласындағы қоғамдық көлік қозғалысының қалыпты режимінде жұмысын қалпына келтіру жатқаны туралы айтылды. Қоғамдық көліктерде өз бағыты бойынша сағат 6:00-ден 21:30 аралығында жолаушыларды тасымалдауы жүзеге асырылуы тиіс. Соңғы 3 айда тасымалдаушыларға уақыт жиілігі сақталмаған үшін 23 миллион теңге айыппұл салынды. Қоғамдық көлік мәселесін шешу қала әкімдігінің қатаң бақылауында. Қазір қажетті жұмыс атқарылып жатыр, деді жолаушылар көлігі менен автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Медет Алтаев. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, және де жаңалықтарды алғашқылар қатарында біліп отырыңыздар.